Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бүгін өте оңай қолдан жасалатын шұжықтар жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек ингредиенттер 500 грамм фарш керек және қойдың құйрық майы, чеснок, пияз, су және ішек керек болады. Алдымен құйрық майы және чеснокты осылай блендермен езіп алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубкамен де жасауға болады. Осыны енді фаршымызға саламыз. Үстіне қарабұрыш тұзымызды саламыз және су құйып, қолымызбен жақсылап араластырып езіп аламыз. Пиязды да блендермен езіп, фарштың үстіне салып, араластырып аламыз. Ішекті оң қаратып аласыздар және осындай түтекше немесе баклажканы қойып, фаршымызды саламыз. Міне барлығын салып болдым, енді осылай жіппен байлап қоямыз. Сосын инемен осылай тесіп шығатын боламыз, себебі ол жарылып кетуі мүмкін, сол себепті осылай тесеміз. Және осылай жіппен байлап шығамыз. Мантаваркамызға қойып, 45 минуттай пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Енді осылай кесіп, жіптерін алып тастасаңыздар да болады. Осылай жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Дастархандарыңызда әдемі көрінетін болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Рахмет.